Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің зертханасында бұл күні тек инженер зерттеушілер ғана емес, болашақ химик, биологтар да жұмыс істеді. Қаладағы дарынды балаларға арналған нөмірі 1 мамандандырылған IT лицей интернатының 9 сынып оқушылары шымкенттіктер тұтынатын судың құрамын анықтап, қалай тексеретінін көрді. Жалпы зертхана жұмысымен бұрында танысқан оқушылар бұл жолы сынамаларды жасауға өздері де атсалысты. Әрине, зертхана мамандарының көмегімен. Бүкіл қалаға беріліп атылған судың сапасы осы жерде тексеріледі. 32 ингредиентке тексеріледі. Оның ішінде жаңағы қазір анализ техникалар соны көресіздер. Лицей интернатында осы күндері жаратылыстану апталығы өтуде. Соның аясындағы зертханалық жұмыстарын ұл-қыздар біздің кәсіпорын зертханасында орындауға келіпті. Жұмыстарды химия, биология пәнінің мұғалімдері бақылады. Жаңалық Шымкенттегі су алу қоймалары туралы ақпарат алдық. Және суды қалай жұмсақтыққа тексеретінін, судың қалай кермектікке тексеретінін білдік. Өте бізге осындай жұмыстар химияға деген құштарлығымызды арттырады деп ойлаймын. Кәсіпорын мұражайы мен зертханасындағы келесі жұмыстарға қаладағы бірқатар мектептердің химия, биология пәнінің мұғалімдері қатысады.